Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жанарынан айырылған қыз. Дәліздің өн бойына төселген кілемшені сыбыссыз басып, мен үлгерем дегенше ол есікті сипалай ашқан сұңғақ бойлы сүйкімді қыз бөлмесіне кіріп кетті. Ағылшын құлыпты қызыл есік тырс етіп жабылды. 14-ші бөлмеде тұрады екен. Менікі 10-шы. Онан ары болатын. Бөлмелер оңнан соңға қарай айналмалы нөмірленген еді. Қымбат жиһаздар қойылғанда дыбыстар өз-өзінен жұтылып, ауыр тыныштық орнайтын секілді айнала маңғаз қалпы. Бассаң былқылдаған түкті кілемдер ары қарай тыныштыққа жетелейтіндей. Сары перделер төбеден еденге дейін шұбала қалған. Болмашы тербелістің өзі толқындала қайталанып, жайлап барып басылады. Ойланып жатырмын. Анандай болғаныма мүмкін емес. Қимаймын. Демалушылар серуенге шығатын кешкісін манағы қызды сквердегі тербелмелі орындықта кездестірдім. Түйсігім алдамапты. Дөңгелек жүзді, күлгенде беттерінің ұшы шықырлана қалатын ол сұлу еді. Келте қиылған шашы иықтарын жауып, қара көзілдірігімен өзіне тән ашық дауысы оған кереметтей жарасатын. Ол өзі сияқты екі-үш жігітпен әңгімелесіп отырды. Тағдыр, бірін-бірі қалай табады десеңізші. Әлде зағиптардың біз білмейтін түйегі бар ма? Сүйкімділігі тартса керек. Байқағаным, демалушылардың қай-қайсысы болса да онымен сөйлесуге құмартын. Тіпті жасамыстардың өзі де бұрылып келіп басқа амал таппай, «Қызым, қай жерден келдің? Келгеніңе қанша күн болды?» деп сұрап жатқаны. Дұрыс қой, басқалай қалай етсін? Бізде соның біріміз. Жалғыз кейде жұртпен бірге осы тағдыры құпия жанға білсек деген сұрақтарымызды жаудырамыз. Атың кім? Айгүл. Қай ауылдан? Өзі айтқандай Айгүл оңтүстік Қазақстан облысынан. Қазақ қарап қалсын ба, тергей жөнелдік. Тұрмыста болғансың ба? Болғанмын. Қызығушылықпен айтсақ та, оғаштау сұрақ қойғанымызды бәріміз кейін білдік. Болғансың ба? Деп алдын ала сәуегейлік танытқанша, неге тұрмыстасың ба деп нақтылай сұрақ қоймадық деп өкіндік. Неге десеңіз, бетінде күлгенде пайда болатын шыңғыры жоғалып, сұқ саусағымен көзілдірігін сәл көтерген Айгүл тоқтап сөйлеп кетті. Мектеп бітірісімен Шымкенттегі әлеуметтік гуманитарлық университеттің бастауыш сынып бөліміне оқуға түстім. 3-ші курста Тоқтар есімді жігіт мені құда түсіп алды. Үйленгенімізде ол 26-да, мен небәрі 21 жаста болатынмын. Ол кезде көзін көретін беді? Көретін. Жылдам мінезді әйелді тездете түртіп қалдым. Айгүл терең күрсініп демін асықпай алды. Бәрі де кейін басталды, деді ол. 2-ші ұлымды босанарда көз қысымым артты да бірден көрмей қалдым. Айтсам ешкім сенер емес. Кешкісін сау, ертесіне көрмеймін. Шуласа кеттік. Ай, айналайын-ай. Ботадай қыз жанарынан айырылып. Қаралмадың ба? Қаралдым. Шымкентте көз аурулары емханасында 10 күн жаттым. Өзгеріс болды ма? Жоқ. Бұрын ақ-қараны сезуші едім, кейін мүлде тас қараңғылық орнады. Тағатсызданы сұрап жатырмыз. Дәрігерлер не дейді? Глаукома, көз қарашағы орнынан жылжыған деп тапты. Қаралмаған жерім қалмады, үмітсіз екенін түсіндім. Сонан не болды? Сонан әлеуметтік қамту орталығы шақырып алып, қолыма магнитофонмен жиналмалы таяқ ұстатқанда денем дір ете қалды. Жылағанымды айтыңыз. Мүгедектік деген осы. Енді мен 1-ші топтағы мүгедекпін. Обалай. Алланың ісіне шара жоқ. Әркім мейлінше өз мүсіркеулерін білдіріп жатыр. Осы кезде кешкі ас мезеті басталып қалды да санитарлық қыздар Айгүлді демей қолтықтап ішке алып кіріп кетті. Сырттай қараған адам осындай сұлуда сымбатты қыздың өміріне аяушылықпен қарайтын. Ол сәл жымиып бойын тәкаппар ұстаған қалпы, тағдырына көнгеннің әсері болса керек, нәзік те салалы саусақтарын жетектеушінің ыңғайына беріп қайда болса да кете баратын. Айгүлді алып жүрудің өзі бір ғанибет.
Жетектеуші оны кедергісіз жерлермен алып өтуге тырысып, баспалдақтан не есік ашарға келгенде ауызша ескертіп отыратын. Қалғандарымыз бәсекелес бақылаушы ретінде қадағалайтынбыз. Онымен отырғанда әрдайым өзіміздің бар екенімізді сездіруге асығатынбыз. Жағдайын пайдаланып үндемеудің өзі ыңғайсыз. Иә, біз демалушылар солай жасайтынбыз. Бірде Айгүлді шыршалардың саясынан таптық та, сұрағымызды қайта жалғастырдық. Сөйтіп көрмей қалған соң күйеуің не деді? Не деуші еді? Іше бастады. Ол жиналмалы таяқшасын сипалай отырып ағытыла кетті. Төздім. Алғашқыда мән бермедім. Бірақ ішінде айта алмай жүрген дерті бар екенін де білетінмін. Бүйтіп күйікті болғанша айтса екен дедім. Ақыры айтып салды. Айгүл, сен кешір. Кластастарымның әйелдерінің бәрі көреді, сен ғана көрмейсің. Осы үшін намыстанамын деді. Олар келгенде тамақты да бөтен беретін болды. Отырғандар өре түрегелдік. Қатыгездік деген осы. Кетіп қалмадың ба? Кеткенде балдарымды қимаймын. Әкем Тоғайбайды да ойлаймын. Бір кезде сүйіп қосылып едік. Күйеуім Тоқтар менің осындай халге ұшырағанымды түсінер деп ойласам қателесіппін. Ол оны мұнына айтып тынышымды ала берді де, бір жылдан соң ақыры ажырасып тындық. Ол басқаға үйленіп кетті. Балаларың ше? Сот Тоқтарға шешті. Неге? Мен бірінші топтағы мүгедек болғандықтан бағып қаға алмайды екенмін. Тоқтар ол кезде мектепте оқу ісінің меңгерушісі болатын. Осыны айтқанда Айгүлден қиналудың табын аңғаратын шығармыз деп ойладық. Көндіккеннің әсері болса керек, бірі де сезілген жоқ. Бар айтқанымыз. Күйеуің сол кеткеннен кете берді ме? Сен не дедің? Жанашырлық танытып жатырмыз. Не дейін, бақытты болыңдар дедім. Ол енді шешілді. Айтарын айтсам да төбемнен жай түскендей болды. Тізерлеп отырып жалындым. Тағдырыма екінші тағдыр қосылды. Көрмеймін ғой. Оның қандай күйде болғанын білмеймін. Есікті тарс жауып шығып кетті. Еденге етпеттеп құлап түскенімді білемін. Көпке дейін өзіме келе алмай жүрдім. Жалғыздық оңай дейсіздер ме? Дос-жаран тамыр таныстарың бар емес пе? Қайдан? Бірді екілісі хабарласқан болды да, соңынан оларда сап тыйылды. Бірақ үйренеді екенсің. Мен жылап жүріп қарманып, ыдыс аяқты жуып жатқанымда үлкен ұлым, жумаңызшы, демалсаңызшы дейтін. Өзім жумағанда Құдай жуып береме дейтінмін. Құдай қайда деп сұрайтын. Аспанда. Ұлым аспанға қарайды да, о Құдай деп айғайлайды да, мама, Құдай естімейді ғой деп қайтып келетін. Бәріміз зілді әңгімеге күлгендей болдық. Бірақ Айгүл күлмеді. Ол былай деп. Тоқтар балаларды кейін алып кетті. Неге? Сот шешімі солай болды. Әй, біздің соттарда, деп әлде біреу кейістік білдіріп жатты. Білесіздер ме, деді ол. Мама, сенімен бірге болғымыз келеді деп ұлдарымның жылағанын көрсеңіздер. Осыны айтып Айгүл сәл үнсіз қалды. Үнсіздікті біз бұздық. Сонан бері бір өзің тұрасың ба? Жоға, әке-шешеммен бірге тұрам. Әкем Тоғайбайдың да мен дегенде жаны бөлек. Қандай ашулы болса да сездірмеуге тырысатын. Әсте жанын ауыртпайын десе керек. Тағдырыма араша түспек болып қай жерлерге қаратпады десеңші. Болмады. Екі көзің шырағың деген осы. Денсаулықтың қадірін білмейміз. Қарт кісілер аяушылық танытып күрсінді. Бәріміз көңілсіз күйге түстік. Ал Айгүл олай еткен жоқ. Жаратқанның көрсеткеніне риза екенін білдірген ол, маңдай кекілін бір сілкіп тастады да жаңа әңгіме бастап кетті. Сіздер ойлағандай емес, мен осы өмірге ризамын деді. Неге? Себебі іштен туа біткен зағиптаршы. Мүлдем аяғы жоқ мүгедектер бар емес пе? Есі дұрыс еместер де. Мен 24 жыл болса да көрдім. Адам заттардың формасы қандай болатынын да білем. Есім дұрыс, балаларымды сағынамын, ойлаймын. Ал ана бейшараларда ондайда түсінікте жоқ. Үйді үшбұрыш десең сенеді. Мысықтың табанын адамның қолы екен десең де сеніп қалуы мүмкін. Мен неге риза емеспін? Ризамын деп ол қайталады. Тебірену деген осы шығар.
Қарағандыдан келген апай орамалының ұшымен көзін сүртіп, теріс айналды. Қалғандарымыз көзбен жер шұқыладық. Бетін басып тұрып кеткендер де болды. Осылай ойлай келіп, тағдырыммен күреспек болып шештім, деді Айгүл. Баяғы университетке барып оқуымды қайта жалғастырдым. Жарайсың, Айгүл. Аузы жылдан біреулер. Көзің көрмей қалса қалай оқыдың, деп сұрады. Басқа түспеген соң білмейді екенсің. Брайльдік алфавиттің аудиожазба арнайы аудармашылары болатынын да Айгүлдің әңгімесінен білдік. Сөйтіп интернетке кіруді үйреніп, Әділет есімді жігітпен таныстым. Семейдің жігіті. Осы арада ол өзінің ашық даусымен бір күліп қойды. Үйлендіңдер ме? Үйлендік. Сау болса да үйленіп, азамат екен. Сүйеді де. Айгүл сұлу ғой. Сау болғанда Ресейде құрылыс колледжін бітірген. Мен үшін Семейден Алматыға келді. Бұрынғы күйеуің біле ме? Білсе білетін шығар. Оның менде шаруасы болмаса, менің онда жұмысым қанша? Үйленгеніміздің өзі қызық болды. Атанам алғашқыда Әділетке рұқсатын бермеді. Қызымыздың екінші рет жаны жараланғанын көргіміз келмейді. Аулақ жүр дегендей сөздерді айтты. Бірақ Әділет қайсар екен. Нанды құранды ұстап қоймады ғой. Сосын қайтты. Рұқсатын 1 жылдан кейін берді. Қайтсын болғанда ақ көйлек кимедім, бірақ Әділеттің тамыр танысы, дос жарандары жиналып үйлену рәсімін жасадық. Тұрғандардың бірі былай дей салды. Айгүл, кешір, Әділеттің түр-түсін білмейсің, сонда қалай болды? Болды дегеннің орнына қалай тұрмысқа шықтың деу керек еді. Ыңғайсыздау болды. Бірақ Айгүл қысылған жоқ. Білесіз бе аға, айтушылардың сөзіне қарағанда, Әділет толық денелі қара торы жігіт екен. Мен оның түр-түсін емес, адамгершілік ұстанымын жоғары бағаладым. Көзі көретін ол маған үйленбекші болғанда, көрмейтін мен қалайша жоқ дейін деп сылқылықтай күлді. Рас-ау, қазір қайда тұрасыңдар? Алматыда. Тұрғандар Айгүлдің жағдайын өздерінше сан-саққа жүгіртіп жатты. Қызым, бұған да шүкіршілік ет. Алла жанарыңды алғанмен сымбат сұлулығыңды бір адамдай беріпті, деді жанымызда тұрған егде кісі. Расында Айгүл кереметтей сұлу еді. Отырысы, тұрысы, оған бәрі де жарасатын. Ашық жарқын күлкісінен оның қай жерде жүргенін біле қоятынбыз. Балаларың ше, екінші күйеуің оларға өгейлік танытпай ма? Өгейлікті айтасыз. Жиен оларды әкетіп тұрады. Әділет оларды өз әкесінен артық еркелетеді. Тістелеп қытықтап ойнатып жатырғандары. Жігіт екен. Әділет қазір не істейді? Бағбан. Қызғанатын шығар. Қызғанғанда аға, әкемдей қамқоршы. Тамағымды әзірлеп, туфлиіме дейін тазартып береді. Қарайтын адамы жоқ демесін деп бір жаққа шыға қалсам, киімдерімді дұрыстап жатқаны. Жақсы көру деген осы. Риза қалыпта тарастық. Бұл әңгіме Сарыағаштағы Айша бибі шипажайында жаздың жайлы күндерінің бірінде болған еді. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.